Отандық Атырау мұнай-маш кәсіпорны өндірістік қуатын еселеді. Зауытта заманауи торлы төсем және ыстық мырыштау цехы іске қосылған. Айына 2000 тоннадан астам өнім шығарып отырған зауыт жұмысы бірнеше есеге ұлғайды, яғни пандемияға қарамастан жұмысшылар саны артқан. Жаңадан іске қосылған екі цехта қоғамдық тамақтандыру саласынан бастап, құрылыс, ауыл шаруашылығы, энергетика мен мұнай-газ және тау-кен өндірісіне қажетті мырышталған болат жабдықтар шығарылады. Атырауда жасалған құрылғылардың өрт қауіпсіздігі жоғары әрі табиғи таза. Жобаға индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында Бәйтерек холдингіне қарасты Қазақстан даму банкі қаржылай қолдау көрсетті. Жоба құны 15 миллиард 200 миллион теңге. Оның 9,15 миллиардын Қазақстан даму банкі қаржыландырады. Атырау мұнай-маш өз саласының көшбасшысы. Кәсіпорын мұнай-газ, металлургия, энергетика, өнеркәсібіне арналған жабдықтар шығарады. Торлы төсемдер жасау цехын Атырау мұнай-маш елді бірінші болып қолға алды. Әмбебап торлар сапасы жағынан халықаралық талаптарға сай дайындалады. Мұнда кез келген күрделі конфигурациялық торлар мырышталады. Америкалық технология бойынша жылына 60 000 тонна өнім шығарылады. Химиялық өңдеуге арналған шикізат Германиядан алынса, мырыштың өзі отандық. Бүгінде зауытта 350 адам еңбек етеді. Оның басым көпшілігі шетелдік оқу орындарында білімін шыңдаған жергілікті жұмысшылар. Өндіріс толықтай автоматтандырылған. Зауыттан шыққан өнім алыс жақын елдерге экспорт өнімге тапсырыс беріп отырған елдер ішінде көрші Ресей Федерациясы бар. Біздің басты тапсырыс берушілер арасында мұнай-газ саласындағы теңіз Шевройл, Қара-шығанақ Петролиум, NCOC секілді ірі кәсіпорындар бар. Болашақта экспортты кеңейту жоспарда бар. Қазірдің өзінде завод Германияның 2 тапсырысын орындауда. Үшіншісімен келісімге кеп жатырмыз.